Бүгін сіздерге үй жағдайында пісірілетін өте үлкен көлемде пахлава рецептін көрсететін боламын. Құрамында жаңғақ болғандықтан балаларға пайдалы және бір апта көлемінде балғын күйінде сақталатын рецепт. Өте тәтті емес, қарапайым рецепт. Айта кетейін дегенім, менің рецептімде қолданылған заттар 2 еселеніп көбейтілген. Дәл осы қолданған заттардың жартысын қолданып та пахлава пісіруіңізге болады. Керекті заттар: маргарин, ұн, шекер, қаймақ, жұмыртқа, бал, қопсытқыш, жаңғақ және картоп крахмалы қамыр жаюға қажет болады. Алдымен жұмыртқаны ағы мен сарысына бөліп аламыз. Жұмыртқаның сарысына қаймақты қосып, жақсылап араластырып, оны бөлек алып қоямыз. Енді жұмыртқаның ағына бір кесе шекерді салып отырып, оны да араластырып, миксермен крем жасап бөлек алып қоямыз. Одан ары ұн менен еріп тұрған маргаринді араластырамыз. Соған жұмыртқаның сарысымен араласып тұрған қаймақты, қопсытқышты, ванилинді қосып, жақсылап араластырып, қамыр жасаймыз. Біздің қамырымыз сап-сары, қолға жабыспайтын болып шығады. Оны 5 бөлікке бөліп, пакетке салып, бетін жақсылап матамен жауып, тындырып қоямыз. Одан ары біз жаңғақтарға кірісеміз. Жаңғақтарды жақсылап бөліп аламыз. Бетіне қоюға әдемісін ұзыншалап турап аламыз. Қалған бөліктерін кішкентай қылып турап, 4-ке бөліп қоямыз. Енді пахлаваның қамырын жаюға кірісеміз. Менің противенім ұзын противен болғандықтан, соған қарай қамырды сопақшалап жаямын. Қамырымызды жайып дайындап алып, противенге жақсылап орналастырамыз. Оның бетіне жұмыртқаның ағы мен шекерден дайындап қойған кремімізді жақсылап жағамыз. Қалың да емес, жұқа да емес, әдемелеп барлық жеріне жеткілікті етіп жағып шығамыз. Және соның бетіне ұсақтап турап дайындап қойған жаңғағымызды бір қалыпты етіп сеуіп шығамыз. Жаңғақты да жақсылап барлық жеріне жеткілікті етіп себеміз. Осы тәсілмен біз 4 қамырымызды алма-кезек жайып отырып, оның бетіне кремді және жаңғақты сеуіп отырып, пахлаваның 4 қабатын дайындап аламыз. Осы 4 қабатты дайындап біткенде бізде ақуызбен жасалған креміміз де бітеді, және біз ең соңғы пахлаваның беткі қабатын жайып, оны да осылай бетіне төсейміз. Оның бетіне крем жақпаймыз. Қамырды осылай төсеп аламыз, және жетпеген жерлерін әдемелеп келтіріп аламыз да, осылай пахлаваны бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Бірінші сызып шығамыз, және пышақпен бастырып кесіп, жақсылап барлық бөлігін кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан кейін осылай соңғы бөлікке алып қалған жаңғақтарымызды тізіп шығамыз. Жақсылап тізіп, барлық бөлінген бөлікке осылай жаңғақты тізіп шығамыз әдемелеп. Осы арада біз пешімізді қыздырып қоямыз. Дайын болған пахлавамызды пешке саламыз. Басында пешті максимум температураға қойып, 5-7 минуттай қойып алғаныңыз жақсы, қамыр жақсы көтеріледі. Одан кейін температурасын 180 градусқа дейін түсіріп, пахлаваның пісуін күтеміз. Піскен пахлаваны шығарғаннан кейін осылай кесілген бөліктерді үстінен басырып, тағы да кесіп шығамыз. Барлығын жақсылап кесіп алып, ең соңғы этапқа көшеміз. Ең соңғы этап бізде бал құю. Менде 2 банка бал бар. Бұл жерде жасанды бал. Табиғи бал құйсаңыз да тіпті жақсы. Жасанды бал менде дәмі жақсы болып шығады. Балды неғұрлым көбірек құйсаңыз, соғұрлым пахлаваңыз жұмсақ, балғын болып, ұзақ уақыт сақталады. Сонымен біздің үй жағдайында пісірген пахлавамыз дайын. Құрамында бал, жаңғақ бар, өте тойымды, тәтті болып шықты. Және оны біз контейнерларға салып, ұзақ уақыт сақтауымызға болады. 1-1,5 апта көлемінде ол балғын күйінде сақталады. Үй жағдайында пісірілген осы пахлава рецепті ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта өзім тексерген, өзім қолданып жүрген рецепттерді тағы да бөлісетін боламын.